Алмадан ең дәмді пирог деп осы пирогты айтар едім. Дәмі керемет болып шығады. Бірге дайындайық. Алманың барлығын 4 бұрыш етіп тураймыз. Табаға қантты қыздырып, үстінен май салып, араластырып, үстінен алманы саламыз. Дәміне қарай корица қостым. Қалаңыз бойынша қоспасаңыз да болады. Қамырын дайындау үшін бір дана жұмыртқа, қант салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Ерітілген сары майды құйып, тағы да араластырып, оның қопсытқыш үстінен салып, шашырап тұратын қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырымызды форманың ішіне салып шығамыз. Қолымызбен жақсылап басып, осындай бортиктер дайындаймыз. Жартылай суып тұрған салманы салып шығамыз да, үстінен қалған жаңағы біздің қамырды салып шығатын боламыз. 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Кәдімгі дәмі өте ерекше болып шығады. Алманы біз карамельде дайындап алған соң, бұл сондай дәмді пирог болып шығады. Рецепті сақтап алыңыз, дайындап көріңіз, ас болсын. Парақшама тіркеуді ұмытпаңыз.